Бүйрек адам ағзасындағы ең маңызды мүшенің бірі, әсіресе әйелдер қауымы үшін маңыздылығы өте зор, себебі әйел адамның денсаулығы, сұлулығы мен сымбаттылығының басты кепілі. Сондықтан да бүйрек жұмысының нашарлауы, оның әлсіздігі әйел ағзасындағы түрлі дерттерден хабар береді. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Достар, біздің арнаны 75% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер де сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Әлемдік статистикада бүйректің созылмалы ауруы өлімге алып келетін 6-шы себеп екені көрсетілген. Жалпы бүйрек дертіне шалдыққандардың саны 850 миллион болса, жыл сайын олардың 2,4 миллионы өмірмен қош айтысады екен. Қазақстанда бұл дерттің шырмауына түсіп, шырылдап жүрген жандар жетерлік. Сонымен бүйрек зәрі өндіріп, оны несеп жолдары арқылы сыртқа шығарумен айналысады. Ағзадағы зат алмасу кезінде пайда болған сұйықтық пен токсиндерді сүзгіден өткізіп, зәрмен бірге айдап жібереді. Сол сияқты қанның қышқылын арттырмаудың алдын алатын қышқыл сілтілік тепе-теңдікті реттеп отырады. Бүйрек артериялық қысымды қалыпты ұстап, гормондарды өндіруге атсалысады. Эритропоэтин секілді бүйрек гормоны жілік майындағы қан жасушаларын бақылап отырады. Бүйрек күніне 24 сағат артық сұйықтық пен зат алмасудан қалған токсиндерді шығарып отырады. Сау бүйрек тәулігіне қанды 300 рет тазалауға қауқарлы, яғни орташа есеппен 1500 литр қан әр күн сайын бүйрек арқылы өтіп отырады. Көбіміз ісу, бас ауруы мен шаршаудың өзі дәрігерге көрінудің алғашқы белгілері екенін біле бермейміз. Ағзамыздың сүзгісі болған бүйрекке инфекция, созылмалы дерттер, нашар экологиялық ахуал, дәрілер, тағамдық токсиндер, темекі тарту, алкоголь, салауатты өмір салтын сақтамаудың барлығы да әсерін береді. Бүйрек аурулары көбінесе білінбей жүріп пайда болады. Алайда адамдар сол белгілердің несеп жыныс жүйесіне тікелей қатысы барына назар аудара бермейді екен. Өкінішті-ақ. Есте сақтаңыз, бүйрегі ауыратын адамдардың 96% уақытын өткізіп алса, жүрек қан-тамыр ауруларына шалдығатын болады. Негізгі белгілері: алқызыл, қызыл және қоңыр зәр. Зәрдің түсі ақсарыдан бастап қою кәріптас түске, яғни янтарни дейін түрлене беруі мүмкін. Оның түсін өзгертуге кейбір жеген тағамдарымыз әсер беріп жатады. Мәселен, қызылша, жидек, фасол мен дәрі-дәрмектер зәрді сарғылт, қоңыр қызыл, тіпті жасыл көк түске бояп жібереді. Ал мұндағы басты мәселе жоғарыдағы тағамдарсыз зәрдің қызыл түске енуі. Мұндай жағдайда жылдамырақ дәрігерге барыңыз. Зәрдің тұнық болмауы. Бұл бүйректегі тастан немесе несеп шығару жүйесіндегі инфекциядан хабар беретін белгі. Тұнықтығын бұзатын тағы бір себеп зәрдің сусыздануы, яғни қоюлануы. Мұндай жайсыздықты байқасаңыз, көбірек су ішуге тырысыңыз. Бірнеше литр сұйықтық зәріңізді қайта мөлдірлік қалпына келтірсе, бәрі дұрыс деген сөз. Егер олай болмаса, міндетті түрде нефролог маманның көмегіне жүгініңіз. Бел ауруы. Ауырсыну сезімі арқада пайда болады. Қабырға астында омыртқа жотасының оң және сол жақ бөлігіне беріледі. Ол кейде ішке және жыныс жолдарына дейін жетіп жатады. Бұл ауруды омыртқамен байланыстырып шатастыратындар көптеп кездеседі. Олай қателесуге болмайды. Ауруды одан әрмен асқындырып алмасы үшін кәсіби көмекке жүгіну керек. Созылмалы шаршау мен әлсіздік. Бүйрек эритроциттердің құрылуын бақылайтын эритропоэтин гормонын өндіреді. Оның аздығы анемия, әлсіздік пен шаршауға алып келеді. Бұл бүйректегі тексеруден өткізуге алғашқы себеп болады. Бастың ауруы немесе бас айналу. Бүйрек жұмысының бұзылысынан ағзаға жиналып қалған
Токсиндер мидың дұрыс жұмыс жасауына кедергі келтіреді. Бұл есте сақтау қабілетін нашарлатып, бастың ауруы мен айналуына себеп болады. Оған дейін жеңіл атқарып жүрген жұмыстарыңыз қиынға соғып, көп күшті талап етпек. Жүректің айнуы және лоқсу. Егер тамаққа дейін және кейін жүрегіңіз айныса, бұған тамақтан улану мен асқазан жолдарындағы бұзылыстардың қатысы жоқ. Бүйрегіңізді тексертіңіз. Ағзаға түсіп жатқан зиянды заттарды сүзгіден өткізуге оның шамасы келмей жатқан болар. Алдымен лоқсудың басқа да себептерін сызып тастау үшін терапевтке барып, одан соң нефрологқа көрініңіз. Жиі зәр шығару. Бұл жайсыздыққа несеп шығару жолдарының кез келген ауруы себепкер болуы ықтимал. Ал дәл бүйрекке қатысты айтар болсақ, инфекция, тастың пайда болуы немесе ағзадағы сұйықтықтың тепе-теңдігін сақтайтын функцияның бұзылысы адамдарды әуре сарсаңға салады. Ісік. Бұл ағзадағы сұйықтықты кідіріп қалғанда болатын жайсыздық. Соның кесірінен аяқ пен көздің айналасы ісініп шыға келеді. Ісіктің өзі сізде шынымен бір аурудың барын анықтап бере алмайды. Тұзды тамақ жеу, бір орында ұзақ отыру, кейбір дәрі-дәрмектер адам денесінің ісініп толуына алып келеді. Әйелдерде ішке қабылдаған су, етеккір немесе аяғы ауыр кезінде ағзада ұзақ сақталуы мүмкін. Ал ісіктің беті қайтпай, жиі белгі бере беруі бүйректегі проблемаға сілтейді. Құрғақ, жиі қышитын тері. Бүйректің қандағы құнарлы заттар мен минералдар тепе-теңдігін сақтай алмауы, токсиндер мен артық сұйықтықты сыртқа шығару кезінде проблемаларға тап болуы теріні құрғақтандырып жібереді. Әрине, теріміздің түрленуіне одан да басқа толып жатқан сыртқы факторлар әсер беруі мүмкін. Бар мәселе бүйректен болса, оны міндетті түрде шешу керек. Артериялық қысымның лезде көтерілуі. Бүйрек адамның гормоналды жүйесінің басты қозғаушы күштерінің бірі. Ол қысым мен ағзадағы қан көлемін реттеуші. Сол себепті олардың жұмысындағы бұзылыс гипертонияның ұстамасына алып келуі мүмкін. Айтпақшы, бұл белгі ілгерде атап өткен белгілермен қатар пайда болса ғана бүйректің жұмысындағы проблемалардан хабар береді. Дене температурасының өзгерісі, үнемі тоңып дірілдеп жүру, себепсіз қысымның жоғарылап кетуі, бүйректегі бұзылыстардың әсері деп біліңіз. Дәрігерлер адам температурасы бүйректің қабынуынан, әсіресе пилонефритті көтеріледі дейді. Ілгердегі белгілерді байқасаңыз, уролог немесе нефрологқа көрініп, зәр мен қанға анализ тапсырған жөн. Сол сияқты көпшілігіміз зәрге анализ тапсырып, жақсы нәтижесін көрсек, бүйректің халы жақсы екен деп іштей ой қорытуға құмармыз. Алайда ол көрсеткіш жалпы диагностикаға жарамайды. Бүйрек жұмысына сенімді болу үшін жылына 1-2 рет зәр мен қанға анализ тапсыру қажет. Міне, содан кейін ғана бүйректің жұмысын бағалауға болады. Көптеген бүйрек аурулары асқынып, әбден әлекке салуы мүмкін. Сол үшін жоғарыда аталған белгілерді елемей жүрмеңіз. Бүйректі ауырған кезде емес, ауырмай тұрып емдеген абзал. Ол үшін дәріханадан дәрі сатып алудың қажеті жоқ. Үйде өзіңізше ем жасап, бүйректің жұмысын жеңілдетуге болады. Өз кезегімізде керек болады деген бірнеше әдісті ұсынамыз. Қажеті дегенін таңдап алыңыз. Сұлы. Бүйректі үй жағдайында сұлы дәнімен тазарту үшін 1 шай қасық тазартылмаған сұлы дәніне 1 стақан қайнаған су құю керек. Дайын болған тұнбаны термосқа құйып 12 сағат тұндырады. Таңертең дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 1 шай қасық бал немесе қан қосып, таңғы ас ретінде ішеді. Бұл бүйректі тазалауға көмектесетін ең қарапайым әдіс. Анар жемісі. Анар шырыны да бүйрекке ем екен. Күнде 200-250 мг анар шырынын таңертең және кешке тамақтан кейін ішетін болсаңыз, бүйрек дерттері сізден алыс жүретін болады. Күнделікті таза су ішу. Күн сайын 1 немесе 2 литр су ішуге тырысыңыз. Ол бүйректің зиянды
токсиндерді тезірек шығаруына көмегін тигізбек. Алайда суда бірден көп мөлшерде ішпеу керек және түнгі уақытта аз қабылдауға тырысыңыз. Ал емдік минералды судың көмегіне тек дәрігердің тағайындауымен ғана жүгініңіз. Бүйректе тастың пайда болуына көп мөлшердегі кофе мен алкогольді әсер береді. Балдыркөк жеу, қарбыздың қабығынан сусын әзірлеу. Бүйректі тазалауда балдыркөктің пайдасы шаш-етектен. Оның шырынын бүйрек аурулары кезінде ішуге кеңес беріледі. Ал ісік пен бүйректегі тасқа қарбыздан жасалған сусынның көмегі көп болмақ. Ол үшін пеште, яғни духовка, қарбыздың қабығын кептіріп алып, ұсақтап жібереміз де 5 минут суға қайнатамыз. Суыған соң күніне 2 немесе 4 рет қабылдай беруге болады. Салқын тигізіп алмау. Суық ауа райында аяқтың тоңбауын қамтамасыз ету керек. Сол сияқты жылы киімнің де маңызы өте зор. Ең бастысы бүйрекке суық тигізіп алмаудың қамын жасаңыз. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.